Мемлекет басшысының жарлығымен 2022 жыл 8 маусымда Жетісу жаңа облыс болып бекітілді. 3 жылда аймақ әлеуметтік-экономикалық даму индикаторларымен республика бойынша үздік үштікке енді. Өңірдің инвестициялық тартымдылығы артып, 2022-2024 жылдары жалпы көлемі 135 миллиард теңгеден асатын 135 жоба жүзеге асты. Осы кезеңде облысқа 1,2 триллион теңге инвестиция тартылса, оның 796 миллиард теңгесі жеке инвесторлар қаржысы. Бұл ретте Универскүн қуат, Эковат Ака жел электр станцияларын, өндіріс аккумуляторларын шығаратын Асма индустриал зауытын, Мажико өсімдік майы зауытын атап өтуге болады. Талдықорғандағы Қайнар АКБ жаңа зауыты, Стальбетон кірпіш зауыты, Кербұлақ ауданында Көксай мұзбел таукен байту комбинаты, мыс рудасын ыдырату зауыттарының құрылысы жүріп жатыр. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру арқылы 3,5 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Қазақстан-Қытай шекарасында орналасқан Қорғас халықаралық шекарамаң ынтымақтастық орталығы Қорғас шығыс қақпасы, Достық арнайы экономикалық аймақтары, Нұр жолы және Алтынкөл кедендік өткізу пункттері жаңадан құрылған облыстың экономикалық өсім драйверіне айналып келеді. Бір ғана Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында құны 113 миллиард теңгеден асатын 28 инвестициялық жоба іске қосылып, 1000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Арнайы аймақтағы кәсіпорындар 81,6 миллиард теңгенің өнімін өндіріп, 9 миллиард теңге салық төленді. Тағы 40 жоба жүзеге асырылу үстінде. Олардың ішінде жүк тасымалында КТЖ Харгос Гитвей құрғақ портын, өндірістік әлеуеттері зор және экспортқа бағытталған Standard Steel Construction, Empire Manufacturing Қазақстан, Miami Solar сынды кәсіпорындарды атап өтуге болады. Достық станциясында ауқымды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Алакөл автомобиль өткізу пункті жаңадан бой көтеріп, қуаттылығы тәулігіне 1600 көлікке дейін жеткізілді. Жылына 3,9 миллион тонна немесе 350 мың контейнер қабылдай алатын Достық транстерминал және ETT Достық көпфункциялы жүк терминалы іске қосылды. Президент тапсырмасымен Достық Мойынты теміржол учаскесінің жол құрылысы биыл аяқталады. Учаскенің өткізу қабілеті тәулігіне 60 жүк пойызға дейін артады. Аграрлы аймақ болғандықтан өңірде шығатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің 65% өзімізде өңделеді. Атап айтқанда қант қызылшасы, жүгері, бидай, соя, ет сүт өнімдері. Десе де, негізгі басымдықты аққант өндірісіне аударып, тәтті түбір алқабын 3,3 есе ұлғайтты. 13,7 мың гектардан өткен жылы шаруалар рекордтық 731 мың тонна өнім алды. Өңірде төрттілік саны еселеніп келеді. Бүгінгі таңда облыста мал саны 2,5 миллионнан асса, оның 500 мыңы ірі қара, 1,6 миллион бас ұсақ мал және 200 мың жылқы жайылып жүр. Облыстың азық-түлік және эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 2 жылда жаңадан 70 ветеринарлық пункт салынды. Облыстағы барлық мал басы бірдейлендіріліп, арнайы базаға енгізілді. 2022-2024 жылдар аралығында пайдаланылмай жатқан 1,2 миллион гектар жер анықталды. Осы уақытта 712 мың гектар қайта айналымға кіріп, 500 мың гектардан астам мемлекет меншігіне қайтарылды. Соңғы 3 жылда тұрғын үй құрылысы қарқын алып 1 миллион шаршы метр баспана салынды. Облыс орталығынан бөлек аудандарда, ауылдарда жаңа ықшам аудандар пайда болды. Жетісу облысында тұрғын үйге кезекте тұрған азаматтардың саны 31 мыңнан асса, оның тең жартысы Талдықорғанда тұрады. Қабылданған жүйелі шаралардың арқасында облыс орталығындағы тұрғын үйге кезек 8,3%-ға төмендеді. Биыл тағы 1400-ден астам отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Осылайша 2023-2025 жылдары облыс орталығында 5000-ға жуық кезекте тұрғандар қолжетімді баспанамен қамтамасыз етілді. Бұған қоса, Жетісу облысында апатты үйлер мәселесі 90%-ға шешілді. Республикалық маңызы бар 500 шақырымға жуық жол реконструкциядан өтті. Транзиттік әлеуеті зор Талдықорған Шарал Достық жолдары пайдалануға беріліп, Сарыөзек Көктал тас жолы, оның ішінде Алтынемел асуы жаңғыртылды. Жаркент Көктал және Жаркент Арасан жолдарының негізгі учаскелері күрделі жөнделіп, көлік өткізу жүктемесі өсті. 30 жылдан астам халықтың мұңына айналған Үштөбе көпірлік автомобиль жолы қалпына келтірілді. Жол қатынасының жақсаруы өңірде туризмнің дамуына серпін бермек. Балқаш көліне апаратын күре жолдың құрылысы аяқталды. Көл жағасындағы туристік рекреациялық демалыс аймағының инженерлік коммуникациялық желісі қолға алынды. Айдын-Дала көлге апаратын жол құрылысы толық аяқталды. Шарал әуежайының ұшып-қону алаңы ұзартылып, Airbus, Boeing сынды ірі ұшақтарды қабылдауға жағдай жасалды. Жағалау бекіту жұмыстары қолға алынып, кәріз, ауыз су мәселелері шешілді. Бескөл Ақши электр желісі тартылды. Нәтижесінде емдік қасиеті бар суға шомылу маусымында келушілер саны 2 миллионнан асты. 3 жылда Алакөл жағасында 7,5 миллиард теңгенің 47 демалыс орны салынды. Орталық Азиядағы ең биік сарқырама Бұрғанбұлаққа және Жоңғар Алатауы ұлттық парк аумағындағы Жасылкөлге жол құрылысы жүріп жатыр. Жетісу облысы құрылғалы көгілдір отын көкжиегі жаңа деңгейге көтерілді. Облыс құрылғанға дейін аймақта небәрі 5 елді мекен газдандырылса, қазіргі таңда 84 елді мекенге табиғи газ кірді. Талдықорған Шарал газ магистралінің құрылысы биыл аяқталады. Нәтижесінде 192 елді мекен газбен толық қамтылады. Жетісу облысының 92% орталықтандырылған су жүйесімен қамтылған. Шалғайдағы ауылдарға құбыр тартылып, ауыз су сапасы жақсарды. Осылайша 331 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылды.
3 жылда 270 нысан бой көтеріп күрделі жөндеуден өтті. Сарыөзек ауылында 250 адам қабылдайтын емхана іске қосылды. Талдықорғанда онкологиялық орталық және 150 орындық оңалту орталығы салынып, жалпы емдеу мекемелерін білікті кадрлармен қамтамасыз ету мақсатында былтыр 75 дәрігерге көтермақы тағайындалды. Бұл үрдіс биыл да жалғасады. 3 жылда білім беру саласында 20 нысан салынды. Олардың 15-і мектеп. Мектепке бейімделген ғимарат саны 69-дан 39-ға азайды. Жайлы мектеп жобасы аясында Жаркент қаласында 1200 орындық білім шаңырағы пайдалануға беріліп, оқушылар заманауи стандарттармен білім нәрін сусындауда. Дәл осындай мектеп құрылысы Достық станциясында аяқталып, биыл беріледі. Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының есебінен Талдықорған қаласының іргесіндегі Ынтымақ ауылында 1200 орындық мектеп ашылды. Ал қайтарылған активтер есебінен Панфилов, Кербұлақ ауданы және Текелі қаласына қарасты Рудничный ауылында 3 мектеп құрылысы жүргізілуде. Облыста бұқаралық спорттың дамуына назар ерек. 43 спорттық нысан пайдалануға беріліп, дене шынықтыру сауықтыру кешендері салынды. Талдықорған қаласында заманауи үстел теннис орталығы, Жетісу кәсіби волейбол клубының және спорт кешені мен жатақханасы іске қосылды. Алакөл ауданына қарасты Лепсі ауылында биыл дене шынықтыру сауықтыру кешен, 240 орындық жеке жатақханасы мен мектеп-интернат құрылысы аяқталады. 3 жылда өңірде 12 мәдени ошақ жаңадан тұрғызылып, мәдениет үйі, ауылдық клубтар мен Қаратал аудандық тарихи өлкетану музейі есігін айқара ашты. Сондай-ақ 19 мәдениет нысаны күрделі жөндеуден өткізілді. Оның ішінде Шоқан Уәлихановтың Алтын емел мемориалды кешені, мәдениет үйлері мен аудандық кітапханалар да бар. Өңірде инклюзивті орта қалыптастыру мақсатында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған 5 оңалту орталығы ашылды. Алакөл жағасында ерекше балаларға арналған арнайы сауықтыру лагері іске қосылды. Осылайша әлеуметтік саладағы нысандарды жаңарту деңгейі 52%-ға жетті. Жер жанаты Жетісу, шыбық қадасаң тал болып жайқалар, табиғаты жайсаң, климаты қолайлы аймақ. 3 жылда өңірде 11 саябақ, 5 сквер және 2 аллея салынды. Мәселен, Сарқан ауданындағы табиғи ландшафт сақталған Қойтас саябағы, Панфилов ауданы Талды ауылындағы жаңа саябақ тұрғындардың сүйікті орнына айналды. 21 саябаққа күрделі жөндеу жүргізіліп, 360 мың түп көшет отырғызылды. Жыл соңына дейін тағы 60 мың көшет отырғызылады. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы тек көшет тазалау ғана емес, көп қабатты тұрғын үй аулаларын абаттандыру, алаңдарды жаңарту. Ұзақ уақыт жөндеу көрмеген аулалар абаттандырылып, заманауи стадиондар мен балалардың ойын алаңдары жаңартылды. 8 аудан, 2 қала, 113 ауылдық округтан тұратын 19-шы аймақтың мақсаты белгілі, бағдары айқын. Жетісу облысы президент тапсырмаларын жүзеге асыра отырып, экономикалық әлеуетін нығайтып, тұрғындардың өмір сүру деңгейін жақсартуға күш салады. Жетісу елінен мың алғыс.